Ассалаумағалейкум оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз сәтті өтсін. Енді біз тағы да кезекті сатылымдағы пәтерге келіп тұрмыз. Қаламыздағы жалпы көп сұраныстағы райондардың бірі микрорайон Астана 2 районынан 6-шы домнан 5-ші 3 бөлмелі пәтер сатылымға шыққалы отыр. Жалпы енді бұл жаңа үйлер, жаңа район. Енді сіздерді толықтай таныстырып шығатын боламын. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Енді жалпы бұл үйдің проектісіне келетін болсақ, қаламыздағы жаңа үйлердің стандартты проектісі. Үйіміз жөндеу жұмыстарынан өткен. Осы кіреберіс арқылы кіреміз, домофонымыз жұмыс жасайды. Енді торамызда үйіміздің бұл қонақ бөлмесі, келген қонақтарыңызды емін-еркін қарсы алсаңыздар болады. Және де арғы тұсында үйіміздің балконы бар. Онда кондиционеріміз бар. Енді жақын аумақта керектің барлығы бар. Көп таныстыруды қажет етпейтін де шығар. Өздеріңізді барлығыңыз білесіздер. Қызылорда супермаркет, мектеп барлығы салынып жатыр. Мына тұста 2 жатын бөлмесі орналасқан. Өздеріңіз келіп асықпай көрсеңіздер болады. Жалпы алдағы уақытта кез келген банк түрімен, ипотекамен алсаңыздар болады. Мына тұста үйдің 2-ші жатын бөлмесі, арғы тұсында балконы бар. Енді үйдегі жиһаздарға келетін болсақ, сатылған жайда келісім бойынша алып қалсаңыздар болады. Міне осындай әдемі встроенный шкафымыз қойылған. Енді мұнда үйдің әжетханасы, қасында бөлек үйдің жуыну бөлмесі бар. Енді келесі кезекке өтейік. Бұл үйіміздің ас бөлмесі. Қазір сіздерге үйдің сыртын көрсететін боламын. Міне бұл жаңағы терезеден көрінісіміз. Бағасы 16 миллион теңге, саудасы бар. Енді сыртына өтейік үйдің. Енді бұл міне үйіміздің сыртқы көрінісі. Микрорайон Астана 2, 6-шы дом. Осы үйіміздің сыртқы көрінісі осындай сарғыш цветте. Жалпы ауламызда таныстыра кетейін сіздерге. Осындай көлік қою орындары бар. Жалпы ойын алаңдары барлығына ыңғайластырылған. Жақын тұста мектеп, садик, сауда орталықтары барлығы жақын орналасқан. Мына тұста жаңа Қызылорда супермаркет, карамель барлығы бар. Маршруттардың барлығы қатынайды. Алдағы уақытта өте үлкен дамитын райондардың бірі. Осы үйіміз сатылымда. Толық ақпарат білу үшін астында көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыз. Сіздерді күтетін боламын. Рахмет.